Сәлеметсіздер ме? Мәлімет каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыпта бас ауруын дәрісіз 5 минутта қалай жазуға болады. Дәл осы бізде қазіргі таңда өте көп кездесетін бас ауруды жазатын боламыз. Менімен бірге соңына дейін болып, өз ойларыңызды комментарийға жаза кетіңіздер. 5000 жылдан бері қытайлықтар қолданып келе жатқан ем-дом басыңыз ауырып маңызды алды ма? Іше сала дәріңіз жоқ па? Немесе дәріден әбден мезі болған шығарсыз? Ендеше қытайлықтар 5000 жылдан бері қолданып келе жатқан нүктелі массажға акупрессураға жүгініңіз. Акупрессура дегеніміз ол ежелгі Қытайдан келген нүктелі массаж. Оны қолданудың мәні тері астында жасырын жатқан ерекше меридианды сызықтар арқылы дертке шипа табу. Мұндай меридиандағы нүктелер саны бірнеше мыңға жетіп жығылады. Олардың әрқайсысы организмнің белгілі бір функциясына жауап береді. Массаж арнайы медициналық білімді талап етпейді. Әрі қиын түгі жоқ. Бұл тәсілдің ғалымдар арасында пайдалы екеніне көз жеткізген. Акупрессура нүктелерін қалай уқалаймыз? Алдымен ыңғайланып отырып, не шалқалап жатып алыңыз. Ойыңыздағы барлық негативтерді шығарып, өзіңізді еркін ұстаңыз. Бас ауруыңыз массаж кезінде не 10-15 минутта өше шығады. Қытайлықтар алдымен бас қатты ауырғанда акупрессура нүктелерін 1-5 минут бойында айналдыра массаж жасайды. Екіншіден, созылмалы аурулар кезінде ол нүктелерге қатты салмақ салмай, сұқ саусақ немесе бас бармақпен 30 секунд уқалайды. Үшіншіден, акупрессураны бұрыннан жасап жүргендер болса, сұқ саусақты қатты баса отырып 3-5 минут массаж жасайды. Керек болса, бұл тәсілді күніне бірнеше рет қолдана беріңіз. Оның денсаулыққа ешқандай кері әсері жоқ. Ең бірінші Хэгу нүктесі. Суретте көрсетілгендей. Қытай медицинасында Хэгу нүктесі универсалды болып келеді. Оны тек бас ауру ғана кезінде ғана емес, тіс сыздағанда, бір нәрсеге назар аудара алмай жатқанда пайдаланса болады. Тек бұл нүктеге аяғы ауыр әйелдер соңғы айында жолай көрмесін, себебі ерте толғаққа алып келуі мүмкін. Хэгуді басбармақ не сұқ саусақ арқылы алақанда жыбырлата отырып уқалау керек. Екінші нүкте бізде интан нүктесі деп аталады. Суретте көрсетілген. Үшінші көздің акупрессура нүктесін ежелгі адамдар болашағын болжау мақсатында да пайдаланған екен. Ол мұрынның екі көз аралығындағы қырында орналасқан. Интан тек бас ауруында емес, көз талғанда, ас қорыту қиындықтарға тап болғанда, асқазан жарасы кезінде пайдалана береді. Оны басбармақпен, сұқ саусақпен, тіпті сүйекпен уқаласа да болады. Үшінші бізде Цуанчжу нүктесі деп аталады. Бұл нүкте қастың басталар тұсында симметриялы орналасқан. Оның көмегіне басыңыз әсіресе желге тұсыңыз ауырғанда, ұйқысыздық кезінде, тұмауда, көз шаршағанда жүгінсеңіз болады. Цанчжуды бір уақытта екі қолмен уқалау қажет. Төртінші бізде Цюйляо нүктесі. Бұл нүктені табуға сізге сурет көмектеспек. Оны бір уақытта екі қолдың сұқ саусағымен немесе басбармағымен уқалау керек. Бірнеше минут жасалған массаж шаршауды басып, тұмау алдындағы ыстықты түсіріп, тіс пен бас ауруын жеңілдетеді. Одан кейінгі нүкте бізде Тяньжу нүктесі. Суретте көрсетілген нүктелер. Басыңыз компьютер алдындағы ұзақ жұмыстан кейін сынып бара ма? Мойын омыртқасы дұрыс емес тұрғанда, бұлшық еттер шамадан тыс жұмыс істеуге мәжбүр. Ал оның емін Тяньжу нүктесі жақсы біледі. Ол мойынның жоғары жағында, омыртқа жотасында 1 см биіктікте орналасқан. Жалпы ол нүктелерге массаж шалқалай жатқанда жасалады. Ал егер оған мүмкіндік болмаса, отырып қолыңызбен басып қалыңыз. Ең соңғы нүкте бізде Тайшун нүктесі. Бұл нүкте аяқтың үлкен және екінші саусағының орта тұсында орналасқан. Тайшун бас, табан ауруында әлсіздікке көмекке келеді. Оны қолмен уқалау және екінші аяқтың өкшесімен басуға да болады. Ең бастысы, массаж алдында бұл әдістер сіздің ауруыңызды басатынына сеніңіз. Бас неге солқылдап ауырады? Бас ауруы адамға әртүрлі дәрежеде ауырсыну әкелетін және көп қолайсыздық тудыратын сырқат. Оған себеп көп психикалық және эмоционалдық шаршау, бас миы тамырларының склерозы, бас сақинасы, мидың органикалық аурулары және басқалар жатады.
Бас ауруының себептері шиеленіске байланысты. Қатты ауырмайтын, бірақ ұзаққа созылатын ауру. Ешқандай шаншу да болмайды. Бас немесе мойын айналасында түйінделіп қалған сезім болады. Жеткіліксіз ұйқы, депрессия және стресс ең басты себептері. Мигрен, бас сақинасы, қатты ауыратын және шаншитын бас ауруы. Көбінесе көздің артында сезіледі. Жарыққа және дауыстарға қарсы тітіркену, лоқсу және жүрек айну болады. Себептері мезгілсіз тамақтану және гормонды дәрі-дәрмектер болады. Солқылдау өте қатты ауыртады. Көбінесе бір көз айналасында немесе артында сезіледі. Мұрынның бітелуі, көздің жасаурауы бірге болуы мүмкін. Ауруы көбінесе ұйқы кезінде келеді. Спиртті ішімдіктер және темекі мұның ең басты себептері. Гайморитке байланысты ауыртпалы және тұрақты, мұрыннан тоқтамай су ағады. Ауырғаны мұрын үстінен бастап маңдайға және құлаққа дейін жайылады. Себептері гайморит инфекциясы және мұрынның бітелуі. Аллергияға байланысты таңаулардың бітелуі, көздердің жасаурауы, қышытпа және бастың шаншуы белгілерінен байқалады. Гүл тозаңы, зең және шаң ауруға себеп болады. Кофеинге байланысты шаншытып ауыртады және шамадан артық кофеин тұтынудан туындайды. Шаршауға байланысты ауру белгілі бір жердің ауырғанымен шектеулі емес. Шаршататын физикалық қозғалыстар түшкіру, жөтелу, ісік, мигренмен бірге көрінуі мүмкін. Сүйек аралары басты қысым және қысылу сезімі жақтың ауырып шытырлауы арқылы белгісін көрсетеді. Жақтағы келеңсіздік және стресс бұған басты себеп. Ревматизм мойында немесе бастың артқы жағында қимылдағанда артатын аурулар. Тұз жиналуының және суықтан болады. Көздің шаршауы, көз айналасындағы ауру сезімі, көрудің нашарлауы және астигмат аурудың себептері. Көзілдіріктің сәйкес келмеуінен де бас ауырады. Емі көз дәрігеріне қаралып, көзілдірікті ауыстыру керек. Жақпайтын тамақ жесе де бас ауруы мүмкін. Емі асқазанды тазартса, бастың ауруы қояды. Қан аздықтан да бас ауруы туындайды. Белгілері бас ауырады, көздің қарашы ұлғайып, маңдай мұздап, тамырдың суға әлсірейді. Емі басыңызды орамалмен қатты таңып, тегіс және жерге шалқаңыздан жатып бір сәт демалыңыз. Кейін кофе немесе шай ішіңіз. Сіздерге қазіргі айтылған мәлімет пайдалы болды деп ойлаймын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.